Ассаламу алейкум. Баршаңызға сәлем. Осы жолы сіздерге жас адамдар неге кенет жан тапсырып жататынын түсіндіретін боламын. Кейде жас адамдар кешке ұйықтауға жатып, таңертең оянбай қайтыс болатын жағдайлар болып жатады. Түнде кенеттен инфаркт, инсульт болуы, кенет қайтыс болу себеп болып жатыр. Соңғы жылдар қайтыс болудың бірінші себебі осы инсульт пен инфаркт деп тіркелген. Соның ішінде 40-тан 49 жас арасындағы адамдар осы себеппен басқа жастағы адамдарға қарағанда көп қайтыс болып жатыр деген зерттеулер бар. Бұл статистикаға қарағанда әсіресе ерлер 40-тан 49 жас арасында осы инсульт пен инфаркт ауруларының нәтижесінде көп өмірден озып жатыр. Осылай өлімге себеп болып жатқан бұл аурулардың себебі не десек, бұның негізгі себебі тамырлардың икемділігі жоғалуы. Тамырлардың ішіндегі айналып жатқан қанның қойылуы болып тұр. Атеросклероздан болып жастарда, үлкен адамдарда қан қысымдары жоғарылайды. Қан тамырларының қабырғаларында қаныққан майдың жиналуы тамырлардың икемділігін жоғалтады және қан тамырларының қабырғаларына қысым көрсетеді. Атеросклероздан басқа стресс және жұмыстың шамадан тыс жүктелуіне байланысты эмоционалдық тамырлардың кенеттен күшті жиырылуын тудыруы мүмкін. Осылай мидағы тамырлар мен жүректі қанмен қамтамасыз ететін тамырлар жиырылғаннан болып, жоғарыдағы айтқан себептермен өлімге жеткізеді. Ендігі бір негізгі себеп жаңағы жиырылған тамырмен ағып жатқан қан қоюланып және ұйығанға байланысты кешке демалуға ұйықтап таңертең оянбай қалу себебі осы. Ал енді себептерді түсіндік. Енді не істеуіміз керек десеңіз, қанды сұйық ұстап, тамырлардың икемділігін қалпына келтірсек, бәрі жақсы болады. Қан тамырларыңыздағы қанды сұйық ұстау үшін су ішу керек деп көп адамдар түсінеді. Қан қоюлану судың жетіспеушілігінен ғана емес, қандағы тромбоциттердің белсенділігінің жоғарылауына байланысты, қанның ұюының жоғарылауына байланысты қан қоюланады. Сондықтан су ішумен қатар қанды сұйылтатын қасиетке ие қызылша, сарымсақ, пиязды тұтыну және омега-3-те тұрақты қолдануға әдеттену керек. Омега-3 қандағы тромбоциттің жабысқақтығын азайту, қанның ұюының көбейгенінен сақтайды. Жүрек қан тамырлар ауруынан алдын ала сақтау дозасы күніне 1000 мг болу керек. Омега-3 қан ұюының алдын алады және атеросклероздан сақтайды. Яғни тамырлардың икемді болуын қамтамасыз етеді. Өйткені омега-3 зиянды холестеринді азайтып, жақсы холестеринді жоғарылататындықтан ол қан тамырларының қабырғаларында майдың жиналуын азайтады және аймақтағы қабынуды азайтады. Сондықтан омега-3-ті үнемі тұтынатын адамдар қан қысымы қалыпты болады. Қан ұюдың алдын алу, тамырлардың қатаюының алдын алуда омега-3 маңызды екенін білдік. Енді тамырдың кенеттен жиырылуынан қалай сақтануға болады? Қан тамырларының кенет тарылуы симпатикалық жүйке жүйесінің белсендірілуіне байланысты. Мұның себебі стресс, алаңдаушылық және жұмыстың шамадан тыс жүктелуімен байланысты. Біз вегетативті жүйке жүйесін басқару қиын. Өйткені оны саналы түрде басқара алмаймыз. Дегенмен қарапайым деңгейде тыныс алуға назар аударып, медитациямен айналысу арқылы симпатикалық жүйке жүйесінің белсендіруін азайту және парасимпатикалық жүйке жүйесін белсендіру арқылы қан тамырларының кенеттен күшті жиырылуын болдырмауға болады. Осылай инфаркт, инсульттен алдын ала қорғануға болады. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.